Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге 5-ші сынып Ыбырай Алтынсариннің «Атымтай жомарт» әңгімесінің тақырыбындағы ашық сабағымды көрсетемін. Сабақ мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Қызығушылықты ояту, ой қозғау мақсатында балаларға сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға жауап бере отырып, балалар 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ еңбек тобы, екінші топ байлық тобы, үшінші топ адалдық тобы. Осы еңбек, байлық, адалдық тобы туралы қандай мақал мәтелдер білетіндігін айтады. Мағынаны тану мақсатында электронды оқулық арқылы Ыбырай Алтынсариннің «Атымтай жомарт» әңгімесін тыңдатамыз. Тақырыпқа қатысты қосымша мәлімет беріледі. Әңгіменің тақырыбына қарап, жомарт адамға тән қасиет, атымтай адамның есімі деп ойлауымыз мүмкін. Алайда атымтай жомарт түрік халық фольклорында кездесетін әрдайым жағымды образ ретінде суреттелетін кейіпкер. Оның нақты қай жылдар өмір сүргені белгісіз. Алайда ғалымдар арасында 6 ғасырда өмір сүрген деген болжам бар. Аталған кейіпкер шығыс халықтар фольклорында хикаяттық, қиял-ғажайып ертегі, тұрмыс салт ертегі сынды 3 түрлі сипатталады. Жоғарыда жазылған Ыбырай Алтынсарин әңгімесі оның өмірі мен жомарт болу себебін нақты баяндайтындықтан осының алғашқысына жатады. Бұл әңгіме жас өрендерді еңбекке баулып, маңдай термен табылған нанның тәтті болатындығын баяндайды. Уақыт тізбегі арқылы жұптық жұмыс жүргізіледі. Оқушылар уақыт тізбегі әдісі бойынша сызба орындайды. Шығарманың сюжеттік дамуын топтық жұмыс арқылы көрсетеміз. Екінші топ байлық шығарманың баяндалу желісі бойынша реттілігін сәйкестендіреді. Үшінші топ адалдық тобы топтастыру стратегиясын қолдана отырып әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтайды. Атымтай жомартқа тән қасиеттерді тірек сызба арқылы көрсетеді. Топтар өзін-өзі тексереді. Кілт сөздер арқылы оқиғаның басталуы атымтай жомарттың еңбектенуі, оқиғаның байланысы атымтай жомарттың таныстарымен кездесіп сөйлесуі, оқиғаның шиеленісуі атымтай жомарттың таныстарының ойымен келіспеуі, оқиғаның шарықтау шегі атымтайдың 4 түрлі себепті түсіндіруі, оқиғаның шешімі атымтайдың жомарттығы. Яғни екінші топ байлық тобының кілт сөздері: бірінші, атымтай жомарт өзіне есепсіз бай бола тұра күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады. Үшінші, әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге желік кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзінің терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорықты. Төртінші, бай бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Бесінші, күн сайын өз бейнетіңмен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбектен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Адалдық тобы: жомарттық бұл байлығы мен жағдайы бола тұра өзіне емес өзгелерге жұмсаған, қайырымдылық, кедей-кепшіктер мен мұқтаждарға көмектескен, төзімділік, қиындықтар мен ауыртпалықтарды сабырмен көтерген, шешімдер әр ісін өз әрекетін абайлап шешкен, сабырлық, күрделі жағдайларда өз эмоциясын бақылап шешімдер қабылдаған. Келесі кезекте жеке жұмыс дәптерге балалар орындайды. Бұл жерде оқиғаның желісін сақтап жоспар құрады. Дескриптор бойынша өздерін өздері бағалайды. Жоспар мынандай сипатта болу керек: атымтай жомарттың еңбек етуі, жақын туыстарының себебін сұрауы, атымтай жомарттың жауабы. Әдеби шығармадағы атымтай жомарттың айтқан пікірлерін оқи отырып, өзіндік жеке пікірлерді дәлел келтіре отырып, тұжырым жасатады. Талқылау сұрақтары: неліктен атымтай жомарт дәулетті бола тұра шөп тасып еңбек қылды? Себебін түсіндіріңіз. Жомарттыққа қарама-қарсы қай қасиетті кейіпкердің сөзінен байқадыңыздар? Дәлел келтіріңіздер. Яғни атымтай жомарттың пікіріне өз пікірін білдіреді, себебін түсіндіреді, дәлел келтіреді, жалпы 3 балмен бағаланады. Себебі кімде-кім бай бола тұра өз байлығын өз игілігіне пайдаланса, онда адам бойында сараңдық пен тәкаппарлық ұялай бастайды. Өзінен кейін өсіп келе жатқан ұрпақ одан өнеге алады.
Алланың алдында барлығымыз істеген ісіміз үшін жауап береміз. Меніңше Атымтай жомарт іс-әрекеті өте орынды. Атымтай жомарттың бай бола тұра жаман киімдерін киіп, шөп тасып, отын кесіп, жұмыс атқарғанына өзінің жақын туысы, ол өз басыңыздағы кемшілікке салып жете алмаған жарықша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың себебі не деген сұрақ қояды. Сабақты мақсатына орала отырып, яғни еске түсіре отырып, әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттап, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтай отырып, бүгінгі сабақта әңгіме Атымтай жомарттың кім, қандай адам екендігін білдік. Бай бола тұра күнде неліктен еңбектенетінін түсіндік. Қорытындылау мақсатында балаларға тест сұрақтары беріледі. Барлығы 5 сұрақтан тұратын тест сұрағына балалар жауап береді. Әрбір дұрыс сұрақ 1 балмен есептелінеді. Аяқталмаған сөйлем арқылы рефлексия жасаймыз. Үй тапсырмасы беріледі балаларға. Ыбырай Алтынсариннің Атымтай жомарт әңгімесіндегі 4 себепті түсініп оқып, жаттап алу және қосымша тапсырма жомарттық әлемді өзгерте ме? Жомарттық қайырымдылық туралы мақал-мәтел тауып келу. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.